Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз араның уымен емделу жайлы болмақ. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда көптеген қызықты деректерді таба аласыздар. Және төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір қаралымдарыңыз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ол каналдың ары қарай дамуына өзінің септігін тигізеді. Ара балын адамдар ерте заманнан-ақ талай ауруға қарсы ем ретінде пайдаланып келеді. Тәтті, сүйкімді дәмінің өзі-ақ аңсары аударатын бал, бас, жүрек, жүйке, жөтел және суық тию ауруларына қарсы қолданылған. Сондай-ақ араның балауызы, аналық сүті және аяқтарына жабысқан гүл тозаңы, сонымен қатар уы да емге пайдаланылады. Бұлардың ішінен емге ең пайдалысы араның уы болып табылады. Сену-сенбеу өз еркіңізде, ара уы балға қарағанда адам денсаулығына пайдалырақ. Әсері жөнінен 15 есеге артық болады. Осы жерде мұндай пайдасы болса, неге жиі қолданылмайды деген сұрақ туындайды. Жауап айқын. Ара шаққанда адамға өте жағымсыз әсер қалдырады. Әрі кейбір адамның ара уына сезімталдығы тым жоғары болады. Денесі ауырады, ісінеді, қышыма бөрткендер шығады. Міне осындай себептеріне орай адамдар араға шақтыруға онша құлықты емес. Араның уы түссіз мөлдір сұйықтық, қыздырғанда ғана емес, жай үй температурасының өзінде де тез кеуіп құрғайды. Құрғақ удың бағасы тіпті орасан. Граммы 10 мың ақш доллары көлемінде, яғни балдан 1,5 еседей қымбат болады. Құрғақ уды түрлі ауруларға қарсы сұйық немесе құрғақ дәрілермен араластырып пайдаланылады. Араның уы жақсы зерттелген. Оның құрамында адам денсаулығына өте пайдалы калий, кальций, фосфор сынды тұздармен бірге металл текті марганец, магний, мыс, темір, қан аздықтың негізгі себебі темір жетіспеушіліктен болады. Сондай-ақ оттегі йод, сутегі, азот, май, құмырсқа қышқылы және басқа тағамдарда кездесе бермейтін витамин, мелитин, гликоль, аланин, лейцин, аргинин, лизин сынды иілік заттар бар. Гистаминнің ерекше қасиеті сол, ол қандағы оттегін көбейтіп, гемоглобин түзеді және адамның қыл тамырларының қабырғасына қатқан әртүрлі шлактарды түсіреді. Егер Американың дәрігер ғалымы Бектің артрит пен ревматизм, буындағы тікандердің жасушаларында оттегі жетіспеушіліктен болады деген тұжырымына сенсек, онда ара уының жазылуы өте қиын деп есептелінетін буын қисаю ауруына да ем болатыны белгілі жайт. Ара уымен емделу қанды тазартады, нәтижесінде адам өзін жас, жігерлі, ширақ сезінеді. Дененің ауруға қарсы қорғаныс қабілетін нығайтады. Эндокриндік жүйенің, бездердің жұмысын жақсартады. Ал қандай ауруларға ем дегенге келсек, буын, сүйек ауруларының барлығына да ем болады. Сондай-ақ денеге тұз жиналғанға, нерв, жүрек ауруларына, суық тигенге, қан қысымының көтерілуі немесе төмен болуына және тамырдың түйінделуіне, бүйрек, қуық, сондай-ақ белден қалу, кіші дәреттің ұстамауы сынды аурулардың бәріне де ем болады. Жаз ортасындағы ара уы ең күшті болып есептеледі. Ара уына ең шыдамды тіршілік иесі адам. Адам араның жабылып 500-ге дейін шағуына шыдайды. Республикамызда аралардың 25-ке жуық түрі бар. Олардың ішінде уының құрамындағы иілік заттардың молдығы және пайдалығы жөнінен алдыңғы орынды сары теңбіл түсті жабайы ара алады. Ара уы неге жақпайды? Ара уы кейбір адамдарға жақпайды. Дене температурасын көтереді, ісіндіреді, басын айналдырып құстырады. Ара уы жақпайтын адамдар негізінен анасының уызына қанбаған немесе емшек сүтін ембеген адамдар болып келеді. Себебі ана сүті сәби денсаулығының қорғаныш қамалы. Мұны біздің кемеңгер ата-әжелеріміз жақсы біліп, баланы 2 жастан асқанша міндетті түрде емізген. Қазекемнің ауруға бейім адамдар жайлы уызға жарымаған деп жататыны және кейбір ұл-қыздарымыздың ақ сүтіңді ақтай алмадым-ау анашым деп бармағын тістеп өкінетіні осындай жайлардың себебінен болса керек. Ара уымен емделетін адамдар сынақ ретінде ең әуелі иық тұсына қойып шақтырады. Егер жайсыз әсері байқалса, яғни бас айналу, ісіну, өзін әлсіз сезіну, жүрек айну немесе дене температурасының көтерілуі,
Онда ара шаққан жерді арақпен немесе этил спиртімен сүртеді, немесе араққа бал араластырып суға қосып ішкізеді, немесе суық сулы шүберек мұз басады. Ара уының пайдасы жайлы айттық. Ал енді қандай ауру түріне ара уын қолдануға болмайтын дегенге келсек, бауырдың асқынған ауруына қолдануға болмайды. Сондай-ақ құрт ауруына, яғни өкпе ауруына, іріңді жараларға, қан аурулары мен қан кетуге, аяғы ауыр әйелдерге ара уы емге қолданылмайды. Денсаулық ең басты байлық. Денесінде жоғарыда айтып өткеніміздей аурулары бар адамдар үшін араға шаптырып емделудің пайдасы өте орасан. Бұл сөзді араға шақтырып пайдасын көрген емшінің жүрек жарды лебізі деп ұққандарыңыз жөн. Азат Мұсаұлы, халық емшісі. Қадірлі оқырмандар, бұл мақаланы Емші газетінен арнайы оқып отырмын, сіздерге пайдасы тисін деген ниетпен. Кезекті қызықты видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаған болса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған сізге керек арнасы.